Армысыздар, құрметті көрермен. Сіздермен сіз білесіз бе айдары? Бүгінгі айдарда білетіндеріңіз түйемұрындық. Түйемұрындық қазақ салтында қалыптасқан бір кәде. Қызы ұзатылып көшіп келе жатқан көрші ауылдың тұсынан өткенде, көрші ауылдың әйелдері көш алдынан арқан керіп тосады да, алдыңғы түйенің бұйдасынан, мұрындығынан мықтап ұстап алады. Оны жүргізбей, түйемұрындық деген атпен кәде сұрайды. Көш бастап келе жатқан кексе әйел оған жол өтеп көйлек беріп құтылады. Оны қазақ кәдесінде түйемұрындық деп атайды. Сый алғандар батасын беріп, ризашылығын білдіріп тарасады. Ауыл ардагерлерінің айтуынша, түйемұрындық бергенде қыздың төркіні құдаларға қызды ғана емес, түйені де береді. Ал ботасын өздері алып кететін болған. Араға жылдар салып, қызы күйеу баламен бірге үйіне баласын көтеріп келгенде, ботаны немересіне бәсіре ретінде беріп жіберетін болған. Бүгінге осы, келесі жүздескенше сау болыңыздар.